Сайлау науқанына Ұлыбританияда жүрген отандастарымызда белсене қатысты. Гринвич бойынша таңғы сағат 7-ні соққан Биг Бен қоңырауымен бірге Қазақстан Республикасының Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия корольдігі елшілігі жанындағы нөмірі 194-ші учаскелік сайлау комиссиясы өз жұмысын бастады. Қазір бізбен Лондондағы тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы байланысқа шығып отыр. Соңғы ақпараттармен бөліссең, әріптес. Рахмет Астана. Лондон Астана уақытынан 6 сағат артта. Сондықтан қазір бізде әлі таңғы мезгіл. Соған қарамастан учаскеге келіп дауыс беріп жатқандар жетерлік. Айта кету керек, алдымен еліміздің әнұраны орындалып, келушілер сайлау заңнамасына қатысты ақпараттармен танысты. Сайлаушылар тізімінде британдық жоғарғы оқу орындарында оқитын қазақстандық студенттердің саны басым. Көпшілігі болашақ президенттік бағдарламасының стипендиаттары. Солардың бірі Рахматулла Балашев қазір менің қасымда тұр. Бұл мен Лондондағы екінші тәжірибем. Бұған дейін мен президент сайлауында осы участокке келіп дауыс бергенмін. Елшілікте дауыс беру жоғары деңгейде ұйымдастырылған, және де азаматтарға өздерінің конституциялық құқығын еркін іске асыру үшін барлық мүмкіндіктер қамтамасыз етілгенін көріп өте қуанып отырмын. Бұл сайлау туған елден жырақта жүрген Қазақстан азаматтары үшін тек сайлау құқықтарын жүзеге асыру мүмкіндігі ғана емес, сондай-ақ еліміздің болашағын айқындауға қосқан үлесі. Жалпы, бүгінгі сайлау өте жақсы жағдайда заңнамаға сәйкес өтіп жатыр. Учаскенің жұмысын және сайлаудың объективтілігін қамтамасыз ету үшін бізде күш жігерімізді аямаймыз. Бір байқағанымыз, сайлау учаскесінде ресмилікпен қатар мерекелік көңіл-күй ауанында сезіліп тұр. Ел жұрт жүрек қалауларын білдіргеннен кейін елшілік дайындаған ақ дастарханнан дәм татты. Астана, менде әзірге осы бірер сағаттардан кейін тағы да байланысқа шығып, соңғы жаңалықтармен бөлісетін боламын. Рахмет, Ғалымжан Қараманұлы бізбен Лондоннан тікелей байланысқа шықты.